Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дәмді, нәзік Наполеон тортын ұсынамын. Бұл тортқа мен заварной крем жасамаймын, тез дайындалатын дәмді крем жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: тұз қажет, сары май немесе маргарин болса да болады, бір жұмыртқа, салқын су, ұн және де осындай сірке суы қажет. Олай болса, біз тортымызды жасап бастайық. Ең алдымен салқын суға бір жұмыртқамызды қосамыз, жарты шай қасық тұзды қосамыз және де бір шай қасық сірке суын қосып, осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің суымыз дайын. Енді біз ұнға сары майымызды саламыз да, осылай үкіштен сары майымызды ұндап отырып өткізіп аламыз. Сары майымызды міндетті түрде ұндап отырып өткізу керек, себебі үкішке жабысып қалады. Міне осылай өткізіп аламыз. Енді жаңағы суымызды бір араластырып алып, осы ұнның үстіне құямыз. Енді барлығын араластырып, осылай қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қатты емес, сәл осылай жұмсақтау болып илену керек. Біздің қамырымыз дайын. Енді салафанға салып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Міне 1 сағат бізде уақыт өтті. Холодильниктен қамырымызды аламыз да, енді оны сәл ұн себеміз деп бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен осылай қамырымды 8 бөлікке бөлдім. Енді барлығын домалақ қылып, бірдей қылып шарик жасаймыз. Тура осылай ұндап отырып, домалақ қылып бірнеше шариктар жасадық. Енді сәл ұн сеуіп аламыз да, біз осы қамырларымызды бір-бірден жаямыз. Бұл тортты әр адам әрқалай жасайды. Үлкендеу қылып жасауға да болады, немесе кішілеу қылып жасауға да болады. Егерде кішілеу қылып жасасаңыздар, сіздерде 14-15 слой Наполеон шығады. Қамырымызды домалақ қылып жайып аламыз да, енді пергамент қағазын осылай противенға төсеп аламыз да, қамырымызды саламыз. Және де осылай бір келкі қылып, шет-шетін артықтарын алып тастаймыз. Одан кейін шаншқымен осылай әрбір жерінен тесіп қоямыз. Енді әрбір корждарымызды духовкада 200 градуста мөлшермен 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Тура жаңағыдай барлық қамырларымызды ұндап отырып, осылай жайып аламыз. Противенімізге салып, шет-шетіндегі артықтарын кесіп алып тастаймыз. Тура осылай жасап, барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Міне менің корждарым дайын болды. Барлығы пісіп шықты. Тура осылай пісу керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен үлкендеу қылып жасағандықтан менде 8 корж шықты. Ал креміне маған кәдімгі жейтін сары май мен осындай сгущенка қажет. Бұл кремде тез, оңай және де дәмді болып шығады. Тура видеодағыдай сары майымыз бен сгущенкамызды бір ыдысқа салып аламыз да, миксермен айландырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Тура міне осындай заварной кремге ұқсас дәмді болып шығады. Енді біз тортымызды жинап бастаймыз. Осылай 2-3 күрекше кремнен салып, барлық жеріне жағамыз.
келесі коржымызды үстіне қойғанда сәл осылай үстінен басуымыз керек. Тура осы видеода көрсетілгендей барлық корждарымызды бетіне крем жағып осылай жасап шығамыз. Және де бағанағы кескендегі артықтарын пысырып аламыз да осылай оқтаумен үгітіп алып тортымызды әсемдейтін боламыз. Енді Наполеонымыздың үгітілген ұнтағын осылай шет-шетіне және де беттеріне барлық жеріне сеуіп шығамыз. Үй жағдайында да осындай ерекше дәмді, қатпарлы Наполеон тортын жасауға болады. Дайын болған тортымызды холодильникке кремдері сіңгенше 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін холодильниктен алып, әдемі ғып турап, тортпен жақындарыңызға шай беріп, қуансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер де рецепттер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.